Қарағанды республикаға танымал өлкетанушы, тарихтанушы, алаштанушы, Ақтоғай ауданының құрметті азаматы, құрметті орденінің иегері Тұңғышбай Мұқан ағамыз келді. Байға аңғалы жапқылар жаңа жырдың тосқылар жаманды әзәзіл аярлар бар айыр. Ағамды қаласының Октябрь ауданының есімінің берілгендігіне 1 жыл толуына арналып үлкен шара өткізіп жатыр. Бұл қуанышты жағдай. Әлімхан Әбеуұлы туралы өздеріңіз білетін шығарсыздар. Мен қысқаша ол кісі туралы көп айтуға болады. 1 сағат айтуға болады. Қазақ мектебіне береді әке сапар. Әлекен ауылдан келген бала орысша білмейді ғой. Үшін бағында сатқандар тою үшін де тонында арын сатқан қолданған санасы. Ел мен жер бізге аманат, Алаштың баласы, рухын кешегі қайда. Ленин менен Әлихан Бөкейханов, Халел Ғаббасов, Әлімхан Әбеуұлы сөйлеседі. Алаштың қанша мықтаған адамдары бар. Соның ішінен Әлімхан Әбеуұлы ол кезде студент оқысын. Ленинмен сөйлеседі. Деп едім шемен жеріңе дәруім болсам деп едім қуатты шыңына қонса ерлер қырандай мұратты күндер Занимался политикой и наукой, очень любил детей. Он всегда желал, чтобы народ в Казахстане, дети, ваше поколение, предыдущее, были счастливы и строили новое будущее. Сербіліп көк аспанның сергісін санасы, ел мен жер бізге аманат, Алаштың баласы, ел мен жер бізге аманат, Алаштың баласы, ел мен жер Ол кезде бәрінде болды. Алаш орданың ішіне келейін.